Әрбір мұсылман халқының өзіне тән дәстүрі мен салты бар. Дүние танымына, климаттық жағдайына, жағрапиясына, өзге де сыртқы факторларға байланысты олардың ұстанатын салт жоралғылары мен киімі әртүрлі болып келеді. Ал ислам барлық мұсылман халқына ортақ дін. Ол ешбір халықтың ұлттық діні емес және салт дәстүрінің көшірмесі емес. Бұл бүгінгі таңда аса өзекті мәселе болып отыр. Өйткені кейбір бауырларымыз исламды ұстанамыз деп өзге ұлттардың дәстүрін дәріптеп кетті. Мәселен, қыз балалардың үстіне қара жамылып, бетін тұмшалап жүруі діннің талабын түсінуден емес, басқаға еліктеуден туған әдет. Өйткені ислам ешкімге қара жамыл, бетіңді тұмшала демеген. Ол белгілі бір халықтардың жергілікті ауа райына байланысты таңдаған ұлттық киімі. Қазақта қара жамылу қайғының белгісі. Ақылым заманнан мұсылман қазақ әйелдері ашық түсті киім киіп, беті жүзін жабуды әдетке айналдырған жоқ. Шариғат талаптарына толық жауап беретін өз ұлттық киімдерімізді өмірге әкелді. Ғасырлар бойы сол киімді киіп, дін мен дәстүр арасында түсінбестік туғызбады. Бүгінгі заманда бізге ата-баба жолына мойын бұрған абзал. Ағымға еріп, адаспаудың жалғыз жолы осы. Дініміз бен дәстүріміз сабақтасқан қазақтың байырғы ұстанған бағыты бақытқа бастар сәулелі соқпақ.